Сәлеметсіңдер ме? Менің атым Салтанат. Бүгін сендермен алаяқтар туралы және олардың ақшаны қалай ұрлайтыны жайында сөйлесеміз. Алаяқтарға сіздің ақшаңыз қажет. Ал оны алу үшін жеке деректерін, құпия сөздер және құпия кодтар қажет болады. Мен ақша ұтып алдым. Оларды алу үшін менің белгісіз сілтемеге өтуім керек. Анам бұлай істеуге болмайды деді. Көп жағдайда алаяқтар телефон соғып, өзін банк қызметкерімін деп таныстырады. Банк картасына қатысты ақаулар туындады дейді. Оған қоса оларды жою үшін картаның артындағы 3 таңбалы кодпен SMS код қажет дейді. Мұндай жағдайда тұтқаны қойып, үлкендерге айтқан дұрыс. Өзіңді алаяқтардан қалай қорғауға және ақшаңды жоғалтып алмауға болады? Біріншіден, ешқашан бейтаныс адамдармен жеке деректеріңді, пин-кодты, карта нөмірін, жарамдылық мерзімін және SMS кодты бөліспе. Екіншіден, интернеттегі күдікті сілтемелерге өтпе. Үшіншіден, егер картадан ақша жоғала бастаса, немесе оны жоғалтып алсан, бұл туралы үлкендерге айт. Олар картаны бұғаттау үшін банкке хабарласады. Абай болыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.